тамақта неге проблема болады? Бұның да психосоматикасы бар. Адам баласы ішкі айтатын, жариялағысы келетін нәрселерді жариялай алмайды мына әлемге. Айналасында қыспақ бар, сен қойшы деген сияқты. Бірден айтпаса, той сен қойшы осы деген сияқты қыспақ бар. Қыспақ қалады оны, көрдің бе? Іште аша алмайды, айта алмайды, жариялай алмаған кезде тамақта проблема бастайды, осыны зоққа айнала бастайды. Екіншісі бар, өзінің творчествосын, шығармашылығын шығара алмаған кезде. Түсіндірілдің ба? Я мен өзіме уәде бергем, жұмысымды ауыстырам дегеніме, бірақ жұмысымды ауыстырмай әлі ойланып жүрмін. Вот сондай нәрсе бар. Егер жұмысыңызды ауыстырмай ойланып жүрсеңіз, негізі ол жұмыстан кеткіңіз келмейді. Ол жұмысты қалайсыз қазір жұмысыңызды? Қалайсыз? Жасырын түйсік деңгейінде қалайсыз? Осы кете алмайтыныңыз сол. Онда тауып болады, өзіңіз сұрақ қойыңыз. Мен мына жұмыстан кетіп қалсам не болады? Кеттік дейік, кетіп қалдым дейік не болады? Деген сияқты сұрақ қойсаңыз, жайлап шыға бастайды. Бұл бірінші базовый сұрақтар. Енді ол конкретно жұмысқа байланысты нәрселер болды. Бізде осылай отырып та жасадық. Келген запростардың бірімен жұмыс жасадық.